Дүниетану пәні біздің сынып. Балалар, ұжым деген не? Сенің достарыңды ұжым деп атауға бола ма? Қалай ойлайсың? Сұрақтарға жауап беріп көш. Сенің оқитын сыныбың ол ұжым. Яғни ұжым деп мақсат міндеттері ортақ болатын топтағы адамдарды атайды. Олар бірлесіп жұмыс істейді немесе білім алады. Балалар, сендерге мынандай тапсырма. Суретке назар аударшы. Сабақ енді ғана басталды. Бір оқушы сөмкесіндегі заттарын шашып алды. Мұндай жағдайда сен өзіңді қалай ұстар едің? Келесі екінші суретке назар аударамыз. Сәкен ауырып сабақтан қалды. Сол себепті бақылау жұмысын орындай алмады. Сыныптасы Әлия оған неге көмектеспеді? Өз ойыңмен бөліс. Яғни сыныптастар бір-бірінің сабақтарына көмектеседі. Олар үй тапсырмасын бірге орындайды, бос уақытын бірге өткізеді, бірге атқарылатын әрбір іс оқушыларды біріктіреді. Яғни сыныптастар дегеніміз олар бір сыныпта бірге оқитын немесе бұрын бірге оқыған оқушыларды атайды. Сынып ұжымындағы әдептілік ережелерін қарастырайық. Бірінші, құрметтеу. Егер сен өзгелерді сыйлай білсең, олар да сені сыйлайтын болады. Екінші, достық. Сабақ оқығанда кездесетін қиыншылықтарға әрқашан досың көмектеседі. Үшінші, батылдық. Батыл болу өзіңе деген сенімділіктен туады. Төртінші, сүйіспеншілік. Сен айналаңдағыларға сүйіспеншілікпен қарай біл. Олар сенің ата-анаң, достарың, оларды бір-бірінен ажыратуға болмайды. Келесі бесінші, мейірімділік. Мейірімділік бұл адам бойындағы қасиет. Айналаңдағыларға мейірімді бола біл. Алтыншы, қайырымдылық. Сенің қасыңда көмек қажет ететін адамдар болуы керек. Олар қайырымдылықты жасай білу керек. Еңбексүйгіштік. Еңбексіз ештеңе де өздігінен келмейді. Сондықтан еңбекті сүйе білуің керек екен балалар. Осы барлық ережені сақтай білсек, біздің ұжымда, яғни сыныпта татулық пен бірлік болады балалар. Енді сұрақтарға жауап берейік. Сенің сыныбың ұйымшыл ма? Сынып ұжымы ұйымшыл болу үшін балалар достықтың қандай ережелерін сақтау керек?